скрипта вишня, смородина, карахат и мынау слива, караөрік и мед. Мына жақта мына су қайнап жатыр, 5 литр. Енді біз мына сливамызды қазір кесіп аламыз. Мазалап. Қыста сақталған қалай сақталған тоңазытқышта сақталған слива, қараөрік, сосын енді мына жерде салып жуып аламыз. Бұрын морозилкаға салған кезде, тоңашқа салған кезде жуып салынған вишняны саламыз. Суымыз қайнап жатыр, 5 литр су. Вишнямызды саламыз. Одан кейін смородинамызды саламыз. Одан кейін сливамызды саламыз. Қазір мынау қайнау керек. Сосын тұнып қоямыз. Содан кейін саламыз. Кейін суығаннан кейін. Сол 5 минуттай, 5-10 минут, 7 минуттай қайнату керек. Сосын өшіріп қоямыз, суытамыз. Суығаннан кейін медін саламыз. Медді араластырамыз қалауымызша. Мынаны былай мед қалауымызша саламыз. Мен енді мына мед мына жерде 2 ас қасық. Мынау неміз суыды, компотымыз. Енді осыған мен мед саламын.